Туысқандықтың терең тамыры. Бабалар ізімен экспедициясы Молдова Республикасына келді. Бұл ел аумағында Қыпшақ атты ауыл мен тау бар. Тарихшылар ол жерде көшпенді бабаларымыз болған деп топшылап отыр. Экспедицияны Гагаузия автономиялық округінің басшысы арнайы қабылдап, елбасының рухани жаңғыру бастамасына қатысты өз ойымен бөлісті. Тақырыпты осы керуен сапында жүрген әріптесім Асқарбек Қазанғап сабақтайды. Гагаузия Молдова Республикасы құрамындағы автономиялық округ. Астанасы Комрат. Жергілікті халықтың қазақтардан діні бөлек болғанмен тілі түрік. Бұл ұлтпен байланысымыз тарихшылардың айтуынша 10 ғасырдан басталады. Комрат қаласының сыртындағы бұл төбе сырт көзге жай ғана жасыл желекке оранған қыр болып көрінуі мүмкін. Ал шын мәнінде бұл 2000 жылдан астам тарихы бар тау. Тарихи деректерде оның атауы Қыпшақ деп көрсетілген. Ол кезеңде Дешті Қыпшақ елі Қытай қорғандарынан Дунай даласына дейінгі алқапты жайлаған. Бүгінгі Гагаузия ұлты кешегі біздің бабаларымызбен бір шаңырақ астында күн кешкендерін, мүдде мен мақсаттары бір болғанын айтады. Нашими предками являются кипчаки. Біздің бабаларымыз Қыпшақтар. Қазіргі Молдова бұрынғы Буджака аумағында Ресей империясының кезінде Қыпшақ атты бірнеше ауыл болған. Дешті Қыпшақ дала халқы болғанымен, оның құрамында әртүрлі рулардың одағы кірген. Осылайша біздің бүгінгі қазақ елімен тарихымыз ортақ. Бұл Кишинев қаласынан 170 шақырым қашықтықтағы Қыпшақ ауылы. Көшпенді бабаларымыздың осы аумақта қазығын қағып, түтін түтеткеніне тағы бір дәлел. Бірақ жүйелі зерттеу жүргізілмегендіктен, осы атраптың қазақтарға қаншалықты қатысы бар екені әлі күнге толық ашылмай келеді. Біз барлық жағынан да жақындасуымыз керек. Экономика жағынан, мәдениет жағынан, рухани жаңғыру жағынан. Сондықтан мен айтар едім, егер біз осындай жағдай арамыздағы қатынасты егер дамытатын болсақ, онда түрік елі, түрік дүниесі өте кеңейеді. Бабалар ізімен экспедициясын Гагаузия автономиялық округінің басшысы Ирина Влах арнайы қабылдады. Түрік әлемін біріктірудегі экспедиция жұмысын қолдап, оң бағасын берді. Сонымен қатар, елбасының рухани жаңғыру бастамасы тек қазақ еліне емес, өзге мемлекеттерге қажет бағдарлама деген оймен бөлісті. Бұл бастама өзге елдерге мысал бола алады. Өйткені ТМД төңірегінде тілді сақтауға, дамыту мәселесі әлі күнге дейін өзекті. Біз де осы тектес бағдарламаны жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Тәжірибе алмасамыз деген сенімдеміз. Халықаралық деңгейде сіздердің жобаларыңызға қатыссақ дегенде ойымыз бар. Өткен тарихтың әлі күнге ашылмаған парағы көп. Бабалар ізімен экспедициясы біздің бабаларымызға қатысты тың деректермен танысу үшін сапарын одан әрі жалғады. Асқарбек Қазанғап, Хабар 24, Гагаузиядан.